Адамның жаралу хиссасы. Ұлық Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған. Әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де, тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек де емес, бірге де емес, құпия қазына болатын. Тәңірі Тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 000 ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау-тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, менен жарат, деді тау. Мен әзизбін, менен жарат, деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат, деді су. Мен дүлеймін, менен жарат, деді жел. Мен күштімін, менен жарат, деді от. Мен асқақпын, менен жарат, деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат, деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат, деді тас. Сөйтіп, барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанының астында жатамын. Ұлық Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған төгеді. Лас суды маған төгеді. Мен бұл құрметке лайық емеспін, деп ойлады. Сонда Алла тұрып, «Ей, тау, сенде бір мін бар. Тәкаппарсың, кішіреуді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ. Сыртың жылтырақ, ішін қалтырақ. Су, сенде де бір мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінезің қатыгезсің. Жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың. Жан-жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың. Өзіңнен басқаны көзге ілмейсің. Ағаш, сен әлсізсің. Сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің. Жақынға жылуың жоқ, деді. Сосын жерге қарап, адам тәнін сенен жаратамын. Сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді. Мінезің ауыр, сабырлы, қойның толған береке. Алтын, күміс, ас ауқат, түгел дерлік сенен өніп шығады. Күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан қош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндет түсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады, деді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрады. Я жаратушы ием, адамды менен жаратқанына қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырамын. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен кезде менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен зорлық-зомбылықтарын менің де арқама батар, деді. Қара жер, қайғырма. Мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсіремін. Марқұм болғандардың ұрпағы әруақты еске алып, оларға Құран оқытып, артынан дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар әруақты ұмытып, оларға Құран оқытуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді, деді. Қара жер сонда барып тыныш тапты. Қазақтың әр аптаның бейсенбі, жұма күндері 7 шелпек пісіріп, әруақтарға Құран оқытатын салты осыдан қалыпты.